Адам бір жылын ойласа, дәл себеді. Бар ғұмырын ойласа, ағаш отырғызады. Ал ғасырлық болашағын ойласа, ұрпақ тәрбиелейді. Мен Сералиев Бақытжан Құтмұратович, Арал ауданы Тоқабай елді мекені нөмір 248 орта мектепте математика пәнінің мұғалімі болып жұмыс жасаймын. Мектептегі ұстаз баланың екінші ата-анасы, болашаққа айқын жол сілтер ақылшысы. Оның мейірімге толы жүрегі шәкірт бойындағы талай ағаттықты кешіре біледі. Оның бойындағы білім мен ақыл, ойының қуаты талай тетекті шуасытып, небір еркені сабасына түсіреді. Тәртіпке баулап, есейіп, ер жеткізеді. Сондықтан әрбір шәкірт өзіне үлгі, өнеге болған сүйікті мұғалім, ұстазым деп атайды. Бүгінгі бала елдің ертеңгі болашағы. Мен үшін ең қымбат дүние қуанышы қойнына сыймай тұрған баланың жарқын жүзі, сыңғырлаған күлкісі мен жанып тұрған көздері. Балаға бақыт сыйлау, қамқорлық көрсету барша адамзаттың парызы деп түсінемін. Сондықтан да өз еңбек жолында көптеген жетістіктерге жетіп келемін. Менің арманым алдындағы отырған оқушыларды өз ұлтының салт дәстүрлерін, менталитетін, ұлттық құндылықтарына бойына сіңіріп отырып тәрбиелеу. Ыбырай Алтынсарин атамыз кел балалар оқылық, бір Аллаға сыйынып дегендей, ең бірінші оқушының жүрегіне имандылық нәрін сіңіріп отырып, Абай атамыз армандағандай толық адам бойындағы асыл қасиеттерін дарытқым келеді. Ол үшін ұстаз талмай, мойымай еңбектену, үнемі ізденісте, жаңашылдықта бойына сіңіріп, әсіресе бала жанын терең түсінетін жанды